Ләйлә Сұлтанқызы марқұм күйеуінің соңғы сәттері туралы айтты. Танымал тележүргізуші Ләйлә Сұлтанқызы күйеуі кәсіпкер Қайрат Беркінбаевпен соңғы кездесуі туралы жазды. Оның айтуынша, жұбайы ажалын алдын ала сезіп, отбасымен қоштасқан. Марқұм күйеуі туралы жазбаны Ләйлә Сұлтанқызы өзінің инстаграмдағы парақшасында жариялады. Онда тележүргізуші жан-жарының қазасынан әлі есеңгіреп жүргенін жеткізген. Ол күйеуімен соңғы рет Стамбулға барар алдында жүздесіпті. Ләйлә балаларды алып 3-4 күнге болса да барып келіңдер, мен жұмыстан босамаймын. Балалар бір демалып келсін деп ерекше еміреніп шығарып салып еді. Әдетте Қайрекем эмоцияға берілмейтін. Сол күні ұлдарды қайта-қайта сүйіп, жүктеріне дейін көтеріп, қол бұлғап ұзақ тұрды. Демалыстан елге ұшар алдында да қайта-қайта хабарласып, амандығымызды сұрап үйде күтетінін айтты. Мына сурет пен видео сол саяхатқа шығарып салып жатқан сәтінен. Әдетте адам алдын ала сезеді деуші еді. Сезді ме, білмеймін. Сап-сау серігімнің жүрегі бір сәтте тоқтады да қалды, деп жазды Ләйлә Сұлтанқызы. Естеріңізге сала кетейік, 6 қарашада Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасының медициналық орталығы оқжетпес емдеу сауықтыру кешені акционерлік қоғамы президенті Қайрат Беркінбаев өмірден өтті. Қайрат Беркінбаев 2019 жылы Қазақстанның тәуелсіздік күні қарсаңында 3-ші дәрежелі барыс мемлекеттік орденімен марапатталған еді. Қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы президентінің іс басқармасы медициналық орталығы оқжетпес емдеу сауықтыру кешені акционерлік қоғамының президенті.